Баршаға ассалаумағалейкум. Мен бүгін бұл видеода сіздермен жап-жаңа китайский демесеңіз өте көп сатылатын Xiaomi Redmi линейкасының жаңа сериясы Note 10 және Note 10 Pro телефондарымен таныстырамын. Кеттік. Ең бірінші ол келбеті, яғни сыртқы дизайны. Сыртқы дизайны жағынан ол біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін деген сияқты. Жалпы өзіме қатты ұнамады. Өзі Xiaomi-дің смартфондарының ішінде маған өзінің әдемілігі жағынан, яғни дизайны жағынан ұнайтыны шамалақ. Соған қарай мен Xiaomi өзінің смартфондарына дизайны жағынан онша көңіл бөлмейді деген ойдамын. Ал енді оның сыртқы элементтеріне келсек, артқы камера блогы өте қатты шығып тұрады. Оны білесіздер, ыңғайсыздық тудырады. Әсіресе бір тегіс нәрсенің үстіне қойғанда, оның камерасы жыртылып қалуы әбден мүмкін. Алдыңғы панельде айтарлықтай ерекшелік жоқ. Үлкен бөлігін экран алады, ал жоғарғы жағының ортасына камера орналасқан. Ал телефонның корпусының жоғарғы жағында наушникке арналған 3.5 джек. Ол қазір өте сирек кездеседі. Динамик, икапорт және микрофон орналасқан. Оң жағында дауысты өзгертетін кнопкалар және ішіне сканер орналасқан заблокировкаға арналған кнопкасы бар. Дәл өткен жылғы линейка сияқты. Сол жағында болса екі сим-картаға және 512 гигабайтқа дейін көтере алатын флешкаға арналған слот бар. Яғни бір уақыттың өзінде екі сим-карта және флешка салуға мүмкіндік бар. Астыңғы жағында болса USB-C порт және бір динамик бар. Жоғарыда айтылған динамикпен бірге олар стерео дыбыс шығара алады. Сосын өткен жылдан бастап маңызды моменттердің бірі, бұл екі телефонның коробкасында телефонмен бірге адаптер питания келетін болады. Ол қазір жирный плюсқа айналған, өйткені барлық телефон өндіруші компаниялар өздерінің телефондарына адаптер питания салмайтынды шығарды. Айтпақшы, коробкада адаптер питания телефоннан бөлек өзінің оригинал телефон чехолда келетін болады. Ал енді экран. Экранның разрешениелері жағынан екі телефон бір-бірінен айырмашылық етпейді. Бұл жол екеуінде де Full HD+, ал үлкендігі жағынан Note 10-да ол 6,143 дюйм, ал Pro версиясында 6,167 дюйм. Матрица жағынан бұл жол IPS емес, бұл жол Super AMOLED қойылған, ол өте жақсы қадам деп ойлаймын. Және екі телефонда да экрандарында Gorilla Glass 5 қорғаушы технологиясы орнатылған. Ол екі телефонның экранының мықтылығын білдіреді. Және де осы жылы маған үлкен жаңалық болған жайт, ол тіпті iPhone 12-де жоқ технология дәл осы бюджеттік серияда бар. Ол Pro версиясында экранның 120 Гц болуы, яғни плавность күшейеді деген сөз. Ал енді ең қызық жері ол процессоры. Процессоры жағына айтатын болсақ, екі телефонда процессорлары екі түрлі. Ол жай Note 10-да америкалық өндіруші компанияның Qualcomm Snapdragon 678 процессоры орнатылған. Ал Pro версиясында Qualcomm Snapdragon 732G процессор орналасқан. Түсініктірек болу үшін Snapdragonның қасындағы сан қаншалықты жоғары болса, оның күштілігі де соншалықты жоғары деген сөз. Память жағына келетін болсақ, оперативкалары 4, 6 және 8 гигабайтты, ал негізгі жады 64 және 128 гигабайтты болады. Ал енді барлық адамдар үшін маңызды бөліктерінің бірі ол камерасы. Екі телефондар камера жағынан өте қатты айырмашылық етеді. Жай Note 10-да артқы жағында 4 камера бар. Олар 48, 8 және 2 мегапиксельді. Ал Pro версиясында кішкене күрделілеу. Негізгі камерасы 108 мегапиксель, қалғандары 8, 5 және 2 мегапиксельді. Ал селфи камерасы жай Note 10-да 13 мегапиксельді, ал Pro версиясында ол 16 мегапиксельді. Жай характеристикаларын айта бергеннен көрі, оны практикада көрген жөн. Әрине бұл телефондар менің қолымда жоқ, бірақ Xiaomi Redmi Note 10 Pro-ның камерасына түсірілген оригинал исходниктер бар. Соларды тамашалаңыздар.
Ребятки, тестовое видео, камера Redmi Note 10 Pro. Как обычно, там миллиард настроек в камере Xiaomi, в камере Redmi. Просто куча настроек, вам постоянно приходится выбирать. Ширик, 1x, 4К, точнее нельзя просто включить и писать и регулировать запись. Короче говоря, значит, звук настроен, микрофон, давай пройдем. Бак, холодно. Ну, всегда есть люди, которые ходят без шапки. Смена довольно яркого естественного света на искусственный. Посмотрим. Стабилизация включена. Работает. Звук настроен. Давайте пироженки идем смотреть. Постоянно пироженки. А зазумить попробуй. Зазумить? Там же, да, вот это двигай ползунок. До 6х можно зазумить. Зумится? Еще как? На собаку. Серьезно? Вот туда вот. Наигрался? Пойдем обратно. Тортики продают, тортики. Половина народу в масках, половина без масок. Ты, кстати, тоже. Я соблюдаю дистанцию. Так. Дядька толстый на лэнд-крузере. Значит, тестовое видео Redmi Note 10 Pro 4К 30 FPS, максимальное качество, стабилизация работает, все настройки нам подключали. Все. Блин, Xiaomi вообще шутки, как обычно. Значит, вы посмотрели видео, которое только что отсняли, увидели вот эту вот мега стабилизацию, которая на настройках работает. Но потом нашли еще одну кнопку стабилизации. Выключилась у нас зум, выключилась 4К, это видео 1080p, но включилась еще одна какая-то стабилизация. Redmi, Xiaomi в своем репертуаре. Вот сейчас вроде как стабилизация должна работать. Хотя и до этого в настройках было написано, что стабилизация работает. Игорек и так держит супер плавно, но вот все равно было отстой. Сейчас лучше? Непонятно? Да вроде бы лучше. Но до этого было полный отстой какой-то. Сейчас посмотрели... как-то странно стало, как будто, не знаю, как будто я на шаг подошел ближе к себе. Короче говоря, вы включили еще одну какую-то стабилизацию. А хотя до этого было написано, что она у нас работает. Но в 1080p 4К выключилась. Посмотрите, сравните, выключаем. Ал енді осылардың барлығын токпен қамтамасыз етіп отыратын аккумулятордың көлемі 5000 мАч. Осы жері өте қатты ұнады, өйткені қазіргі таңда оның маңыздылығы өте жоғары болып отыр. Ал енді ең қызық бөлігі ол бағасы. Xiaomi Redmi Note 10-ның 4 және 128 ГБ версиясы Dropshop.kz сайтында 88 000 теңге деп тұр. Ал Note 10 Pro-ның 8 және 128 ГБ версиясы болса 145 000 теңгеге бағаланып отыр. Әрине бұл екі телефонның да қағаздағы характеристикалары өте жақсы, бірақ барлығымызға белгілі деп ойлаймын. Xiaomi-дің бір слабый жері ол прошивкасы, яғни оптимизациясы өте нашар. Сондықтан менің ойым бойынша таңдау жасаған кезінде Samsung-тың дәл осы сегменттегі смартфондарымен салыстыра отырып таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Әрине бұл менің жеке пікірім. Егер дәл осы видео сізге ұнаған болса, дәл қазір лайк басып, комментарий жазып, және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош, сау.